Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде эфирде Шамет Темірхан. Саламатсыз Темірхан? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Біріншіден Темірхан, сіз мас рестлингке қалай келдіңіз? Бәрі неден басталды? Мен мас рестлингке 2016 жылы Алматы қаласына мынау қазір Сәтбаев университеті соған оқуға түстім. Сол университетте физкультура сабағы болып, дене шынықтыру сабағында сол жерде танысып, көрісіп, сол жерден қызығып айналысып бастадым ғой. Сіздің спорттық мансабыңыздағы ең есте қаларлық жарыс қайсы болды? Неліктен дәл осы жарыс? Менің спорттық мансабымда 2018 жылға әлем чемпионаты болды мысалы. Қазір Ресей мемлекетіндегі Якутия елінде болды. Сол жерде мен әлем чемпионатында өзім 70 кг салмақта 3-ші орын алғанмын. Сол кезде қатты есімде қалған мықты жарыстардың бірі болды. Осы жерде ұнады. Якутия елінің мысалы мас рестлинг Якутия елінің спорты ғой. Солардың елінде орын алғаным өзім есімде қалды. Сіз жуырда Мәскеуде өткен халықаралық БРИКС плюс жастар турнирінің чемпионы атандыңыз. Бұл турнирден қандай әсер алдыңыз? Аллаға шүкір, осы наурыз айында өткен Мәскеу қаласында өткен БРИКС халықаралық жастар фестивалінде бірінші орын алдым, Аллаға шүкір. 5 елдің спортшыларымен күрестім. Бұл жерде мен есімде қалған халықаралық жарыста бірінші рет финалға шықтым. Ең мықты әсер болды, эмоция болды. Айтып жеткізе алмаймын не деймін енді. Главный, Аллаға шүкір, елімнің көк туын желбіреткеніме қатты қуаныштым. Қолымыздан келгенше әйтеуір барымызды салып, күресіп, тренировка істеп, бар күшімізді салдық енді. Аллаға шүкір, соның нәтижесінде еліміздің көк туын желбіреттім. Осы жарысқа дайындық қалай өтті? Қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Бұл жарысқа дайындық Аллаға шүкір жақсы өтті. Осы Алматы қаласында мас рестлинг, Алматыдағы мас рестлинг ұлттық құрамасының мүшелерімен бірге дайындалдым, тренировка жасадым. Сол Герасимов Владислав бауырыма, Райымбек Айбол бауырыма, Кари Манарбек Шұғайып бауырыма, және де тренерім Фетисов Фабил ағайға көп рахметімді айтамын. Солар көмектесті маған, бірге дайындалып, бірге тренировка істеп, солармен бірге күштесіп, күресіп, барлығымыз бірін-бірімізге ақылымызды айтып, тренировканы бірге істеп, бар күшімізді салып, солармен бірге дайындалдық. Ал бұл жарыста маған салмақ енді шыны керек, сәл көптеу болды, гонять еттік. Осы ғой ең қиындығы сәл болған. Барлығы жақсы әйтеуір, салмақты да өз уақытында қудық. Аллаға шүкір деймін. Осы жарысқа дайындалғанымызға әйтеуір бар күшімізді салдық, Аллаға шүкір. Жалпы өз жаттығу процесіңіз туралы айтып бере аласыз ба? Сізде өзіңіздің әдістемеңіз немесе ерекше тәсіліңіз бар ма? Мен дайындық барысында ондай қатты әдістеме де жоқ. Мысалға, барлығымен бірге жұрт қатары штангелерді көтереміз қолымыздан келгенше. Ауыр салмақ көтермесем де әйтеуір Аллаға шүкір, қара күштің арқасы деп ойлаймын мен. Техника жағы мықтылау болып тұр менде. Техниканы сол Сәтбаев университетінде бірге тренеріммен бірге көптеген техникаларды үйрендік. Сол базовый фундамент дейді ғой дейді. Сол қалды әйтеуір, сол жерден қалғанымызды, түйгенімізді әлі осы уақытқа дейін қолданып келе жатырмыз. Ең өзіме ұнайтын техникалардың бірі әдістеменің, мысалға прием стойка дейді ғой. Якуттардың өздерінің сүйікті әдісі бар, мысалға прием стойка дейтін. Сол әдісті өзім жақсы үйрендік әйтеуір. Қолымыздан келгенше көп жарыстарда қолдануға тырысамыз, күшіміз жеткенше. Осы ең ұнайтын әдістеме осы маған прием стойка дейді ғой. Аяқты қарсыласымен бірге жұлып алу, көтеріп алу деген сияқты. Осы әдістеме маған өзіме қатты ұнайды. Алдағы уақытта қандай мақсаттар қойып отырсыз? Қандай жетістіктерге жетуді армандайсыз? Алдағы уақытта енді
жұмыспен бірге мысалға мен өзім жұмыс істеймін, отбасыны асырау керек мысалы. Жұмыспен қатар тренировканы да жасап, жарыстарға қатысып, қолымыздан келгенше еліміздің көк туын желбіретуге бар күшімізді саламыз. Менің ең арман болып қалған мысалы әлем чемпионы болу, әлем чемпионатының финалына шығу мен үшін алдағы мақсатым осы болып тұр қазірге. Алла нәсіп етсе, мынау 2025 жылғы жаз айында Моңғолияның Архангай ма сондай аймағында болатын әлем чемпионатына қатысып, елімнің көк туын желбіретуге бар күшімді салу, соған көп тер төгу, еңбек ету. Енді якуттар сияқты азаннан кешке дейін залда жүрмесек те, әйтеуір қолымыздан келгенше жұмыспен қатар алып жүрміз. Бар күшімізді саламыз. Алла нәсіп етсе, елімнің көк туын желбірету, осы әлем чемпионатында туды желбірету ғой. Сосын мынау Астанада болатын AGT халықаралық масс рестлинг жарысында әйтеуір өзімді спортшы емес, былай ұйымдастырушылар қатарынан бағым сынап көргім келіп тұр. Соған әрекет етіп отырмыз, Құдай қаласа. Сіз халықаралық AGT KMWF Атлант турнирін қолдап жүрсіз. Неліктен дәл осы іс-шараның бір бөлігі болу сіз үшін маңызды? Мынау AGT Global халықаралық жарысында мен өзімді спортшы жағынан емес, ұйымдастырушылардың қатарынан көргім келеді. Өзімді спорт жағынан емес, былай да ұйымдастыру жағынан бағым сынап көргім келіп тұр. Алла нәсіп етсе, біріншіден өзіміздің Қазақстан мемлекетінде Астана қаласында өтетіндіктен бар күшімізді салып, өзіміздің елде болатын жарысты бар абыроймен, үлкен шоумен деген сияқты өткізіп алғымыз келеді. Сол себепті мен осы ұйымдастыру алқасында бар күшімді салып көмектескім келеді. Маған сенім артып отқан біздің федерацияның президентіне Талап Иматалиевқа және вице-президент Павел Фетисовқа және Гүлнара Тимуровнаға, солар осы кісілер маған қолдау білдіргендіктен бар күшімді салып көмектескім келеді. Бұл турнир студенттер мен балалар арасында алғаш рет өткізілуде. Сіздің ойыңызша бұл жарыс масс рестлингтің дамуына қандай әсер етеді? Бұл жарыс біріншіден енді масс рестлинг спортын дамыту үшін негізгі жас балаларға, студенттерге көп насихаттау керек, көп көрсету керек, сол кісілерді қызықтыру керек. Енді AGT Global мысалы Қазақстан мемлекетінде бірінші рет ұйымдастырылып жатқандықтан көп жастарды, көп студенттерді қолымыздан келгенше тартып, сол кісілерге қызықтырып, көрсетіп, масс рестлинг спортын насихаттап, еліміздің дамуы үшін осы AGT Global жарысы ұйымдастыру мен жақсы бағалаймын мен. Бос балаларға мүмкіндік қой негізі халықаралық жарыс. Еще өзіміздің мемлекетте болғаннан кейін өзіміздің еліміздің жастарына көп мүмкіндік қой. Сол үшін бұл жарыс үлкен орын алады деп ойлаймын мен. Андай қызығу жағынан, насихаттау жағынан күшті ұйымдастыру болады, Құдай қаласа. Бар күшімізді саламыз сол себепті. Сізге мотивацияны сақтауға және жоғары нәтижелерге жетуге не көмектеседі? Маған мотивацияны сақтауға осы өзіммен бірге тренировка істейтін бауырларым, тренерлерім, осы кісілермен бірге тренировка істеп, сол кісілер мен мотивация береді маған мысалға. Өзімнің отбасым бар мысалға, сол кісілер мотивация береді. Келіншегім, осы кісілер маған мотивация береді. Бар жағдайда мен қолдайтын осы кісілер болғандықтан маған мотивацияны осы кісілер береді негізі. Жеңілсем де, жеңсем де, осы өзімнің отбасым, келіншегім мен қызым қолдап, қандай жағдай болса да өзімді қолдайды. Және де өзіммен бірге тренировка істейтін бауырларым бар. Сол кісілер маған қатты мотивация береді. Тренировкаға мысалы келмей қалған кезде звондап шақырады дегендей ғой. Әйтеуір сол кісілермен бірге тренировка істеп, барлық жарыстарға бірге дайындаламыз, Құдай қаласа. Осы кісілермен бірге мотивация алып, әйтеуір тренировка істеп, еліміздің көк туын желбіретеміз, Құдай қаласа. Масс рестлингке енді қадам басып жатқан жас спортшыларға не тілегіңіз келеді? Масс рестлингке енді қадам басып жатқан жас спортшыларға не деймін? Шаршамаңдар, талмаңдар,
тренировка көп жасаңдар. Еңбек етсең бәрін жеңбек дейді ғой. Еңбек ету керек, көп тер шығару керек, жалқаулыққа салынбау керек. Бірінші намыс болу керек адамда. Намыс болса, қолынан келгенше әйтеуір еліміздің көк туын желбіретуге күш салуға болады. Намысымыз биік болсын, рухты болайық, бар күшімізді салайық, тренировка істейік, шаршамайық, жеңсек те жеңілсек те намысқа тырысып еліміздің көк туын желбірету керек. Сол үшін жастарға шаршамаңдар, талмаңдар, көп тренировка істеңдер деп ақыл айтар едім. AGT Global жарысында, халықаралық жарысында бар күшімізді салып, жоғары деңгейде өткізіп алып біздерге Алла нәсіп етсін. Қолымыздан келгенше біз жастар жарысты ұйымдастыруға бар күштерімізді саламыз. Өзім ұйымдастыру алқасында мүшемін. Алла нәсіп қылса, жоғары деңгейде өткіземіз деген ниеттеміз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет, Темірлан. Сізде болашақта яғни жақсылықтың бәрін тілейміз. Көріскенше. Көп рахмет сіздерге де. Жастарға айтамыз, сол шаршамаңдар, талмаңдар, еңбек етіңдер. Осы ұйымдастырып жатқан AGT Global жарысын жақсы деңгейде өткізіп алып біздерге нәсіп етсін. Жақсы сау болыңыздар.